31 мамыр Қазақстан халқы үшін ерекше мәні бар ауыр әрі қасиетті күн. Бұл 20 ғасырдың ең қасіретті беттерінің бірі саналатын саяси қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандарына тағзым ететін күн. Бұл зұлмат заманды ұмытпау, сол кезеңнің ауыр сабақтарын санада сақтау, болашақта мұндай қателіктерге жол бермеу үшін белгіленген ерекше дата. 1937-1938 жылдар сталиндік репрессиялардың шарықтау кезеңі болды. Бұл жылдар Қазақстанда мыңдаған адам халық жауы деген жалған айыппен тұтқындалып, атылды, концлагерлерге қамалды. Қуғын-сүргіннің негізгі нысанына айналғандардың қатарына қазақ зиялылары болды. Қазақ ұлт азаттық қозғалысының жетекшілері Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Сәкен Сейфуллин, Ильяс Жансүгіров, Тұрар Рысқұлов, Бейімбет Майлин сынды алыптар ұлт болашағы үшін, күрескендері үшін жазықсыз жазаға тартылып өмірден өтті. Кеңес билігі орнаған соң, Қазақстан аумағы жаппай саяси қуғын-сүргін мен ГУЛАГ жүйесінің басты орталықтарының біріне айналды. Республика кең байтақ аумағы халқының сиректігі және шалғай орналасуына байланысты ыңғайлы аймақ ретінде таңдалды. Осы себепті мұнда ондаған лагерлер салынды. Мәселен, Карлаг, Стиплаг, Алжир. Сталиндік репрессиялар тек ерлерді ғана емес, олардың жұбайлары мен балаларына да әсер етті. Алжир Кеңес одағындағы ең ірі әйелдер лагерлерінің бірі еді. Мұнда жазықсыз әйелдер тек күйеулері үшін ғана тұтқындалды. Мыңдаған әйел мен бала Алжирде адам төзгісіз жағдайда өмір сүрді. Қақаған аязда аштық пен қорлықты көрді. Ауыр еңбекке жегілді. Алжир қазақ даласындағы репрессияның символына айналды. Ол аналардың көз жасы мен үмітінің жоқтаушысы, қазақ қоғамының рухани жарасы. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ғана қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандарына қатысты әділеттілік орнауға бет алды. 1997 жылы 5 сәуірде шыққан президент жарлығында 31 мамыр кеңестік тоталитарлық режим кезінде құрбан болған миллиондаған адамдарды еске алу күні ретінде бекітілді. Осы сәттен бастап бұл күн жыл сайын еліміздің барлық өңірлерінде еске алу шараларымен, тағзым рәсімдерімен және тарихи әділеттікті қалпына келтіруге бағытталған іс-шаралармен аталып өтіп келеді. Қайғыны ұмытпау елдігіміздің белгісі, ал өткеннен сабақ алу болашақтың кепілі.